мынау біздің қалт-құлт етіп шошып үрейленіп жаңағы қаттырақ кекірсе иттен де қорқып, жаңағы мысықтың осырғаннан қорқып, құмырсқаның сыбырлағанын қорқып, дір-дір етіп қалшылдап митингіге шыққан кемпір шалдан қорқып, айдалада Қызылорданың адам бармайтын ауылындағы активистердің өзіне 10 полиция, Алматыдағы активистердің үйінің алдына артына 10-нан полиция қойып, бүкіл есіктерді дір-дір етіп, қалш-қалш етіп, интернетте күні-түн интернет армиясы менен өзінің үгіт насихатын жүргізіп, өзіне қарсы тұрғандарға қарсы пропаганда жасап, жанталасып жатқан мынау біздің сұмырайлар келер жылы Ши Цзиньпиннің құрбандығына шалынып кетуі мүмкін. Бәрі мүмкін. Біздікі тек болжал, ғайыпты тек Алла біледі, біз тек қазақты сақтам деп отырмыз. Қазақтың шипасы біткен, Қазақстан жерінде қазір Қытайдың параллель үкіметі бар деп былтырдан бері айтам. Міне кеше ғана бүкіл осы Шыңжаңдағы мәселені көтеріп жүрген Америка азаматы, Ресей азаматы Джин Бунинді кіргізбей шекарадан қуды, Қытайдың тапсырмасымен мені соттады, қуды, өлтіреміз деді, ең жақсы кетіп қал деп жаңағы өздерінің титушкаларын жіберіп, біз аэропортта өз адамыз шығарып салам. Мен айттым, өйтіп қашпайын, мен айтып тұрып кетем деп айтып тұрып кеттім. Мен кеткенде мәсімі бар, басқасы бар, Құдай біледі, бір шампан атты, бисмилла рахман рахим деп, бір шампан атты, бисмилла деп жүзгіріп ішіп қойды олар. Себебі қарғайын десе жалғызым, қарғамайын десе жалмауызым болдым мен оларға. Енді қазір осы Қазақстан жеріндегі анти-қытайлық 55 сауатқа қарсы тұрған жергілікті белсенділерді, туысының қамалғанын жаңағы айтып, арыз көтергендерді, Қытайдан қашып келгендерді, қазіргі пикет чапаларды бәрін бір сылтаумен тас-талқан қылады. Себебі қазір консулдың алдындағы пикет чапалардың оқиғасы Қытай мен Қазақстан үшін алғанда бір бас ауру болды. Бас ауру, шешейін десе жеңілген болады Қытай. Болмаса оған Байболат Күнболаттың інісін Байболат бол тоқта десе Байболат тоқтайды. Бірақ Қытай өтсе жеңілген болып қалады. Әрине бұл жерде Қазақстанда кіруі мүмкін. Себебі Қазақстан біріншіден қарызға белшесінен батқан ел, екіншіден бюрократияға, коррупцияға белшесінен батқан ел, үшіншіден қару жарағының қоймасы жау тимей жатып атылып жатқан ел, төртіншіден жаңағы бүкіл мемлекеттің бүкіл қаржысын күшін өзінің халқын, өзінің ұлтшыл азаматтарын бақылауға жұмсап, сыртқы қорғанысын айдалаға тастап қаңыратып қойған ел. Ресейдің өңкей таппасқан ұшақтарын сатып алып кеп, мемлекет қорғаныс саласы іріп-шіріп, жемқорлыққа белшесінен батып, 5 жыл әскери қызметте болып, ұшақ айдаудың мамандығын бітірген жігіт тікұшақты айдай алмайды, өмірінде тікұшақтың қандайын көрмеген. Бомбалаушы, шабуылдаушы миг ұшақтарын сатып алып қойған кезінде, сөйтсе ол миг ұшақтарының біреуі де ұша алмайды екен. Бәрі быт-шыт, жай макет әкеп қойып қойған, бізде мынандай миг ұшағы бар деп. Яғни коррупция, ұйымдасқан коррупция, баяғыда Сәт Тоқпақбаевтың кезінде бүкіл дүние тыйым салып отырған мына солтүстік Кореяге тікұшақ бар, Ресейдің бірдеңесін сатып жіберіп, бүкіл адамзатты шошытқан Қазақстан. Сондықтан Қытай сол Қазақстанды жаңағы қалпақпен ұрып алатын, соғысатын болса, жай әшейін бір ауданның әскерін ба, бір қалашық ұстап отырған командасын ба жіберіп, Қазақстан деген жер бір ерінбей барып, жаулайсаңдаршы десе де жаулай алатындай жер. Себебі Қазақстан жау келмей өртеліп, жарылып жатқан ел. Жер бетінде бұндай ел жоқ. Себебі Қазақстанның билігі өзінің халқын, қазағын бірінші жау санайды. Оған ана сырттағы жау ол қызық емес. Өзінің ұлтшыл азаматтарын бірінші жау санайды. Мына елдің, жердің мүддесі, отанның тұтастығы, мына топырақ, территория, ата-бабадан қалған жер, Ақбілектің күшімен, Ақнайзаның күшімен қорғап қалған жер, ата-бабамыздың қанымен суарылған жер дейтін ұғымды оны жай қазақ айтады. Ана жоғарыда отырған ұры-қары қарақшылар оны айтпайды. Олар үшін мына кресло, мына диванды сақтап қалу керек, мына тақты сақтап қалу керек, мына кеспей сорып жатқан қанды сақтап қалу керек, мына мансап сақтап қалу керек, ана тоқалдарын, ана ойнастарын бағатын ақша керек, арам ақша керек. Ана бәлем министр Лондоннан вилла сатып апты, мен енді Парижден алайын деу керек, мына жерге 300 мың, 500 мың, миллион долларлық Швейцария сағатын ашу керек, ана Англияның, мына Американың трейдерлеріне бер, мен саған алдыда бір 100 миллион доллар аударсам, соны айына қанша табыс табатын жоба ұсынасың,
Әрине сенікі ішінде ғой деп сөйтіп бүкіл естер біздікі бизнес жасап кетті. Мына Қазақстаннан қанды сорып бүкіл әлемдік деңгейде бизнес жасап. Қазақтың парақорлары Моңғолиядан кен сатып алды, анау Бирма, Мьянмардан кен сатып алды, анау Африкадан кен сатып алды. Тіпті дүние жүзіндегі ең ірі байлар жиналған Еуропа мен Америкадағы анау атақты компаниялардың акцияларын біздің Қазақстанның іріп шіріген жемқорлары сатып алып қойды. Ол тағы соған басы жететіндер, ал басы жетпейтіндер барды да бастық атырмаш деп вилладарды сатып алып, коттедждерді сатып алып, англиялықтар 20 миллион долларға сата алмай отырған вилланы барып 200 миллион долларға сатып алып, істеп жатқанның бәрі біздің сұмырайлар. Ендеше Ши Цзиньпиннің тыныштықты ұмытыңдар деген осы сөзі қазір Қытайдың, кешіріңіздер, айыпқа бермеңіздер, кешірім өтінем. Қытайдың ішкі медиасында да шу-шұрқан болып, Қытайдың сыртында да шу-шұрқан болып жатыр, бірақ соңғы кезде көп жабылды. Си Цзиньпин айтады, енді халықаралық жағдай күрделі. Бұл енді Си Цзиньпиннің бұрыннан айтатын жаттанды сөзі. Ана бізде бір кісі айтады ғой, үй өзімдікі деме, үй сыртында кісі бар деп. Ана қазақ тілін талап қылғандарға біз кеше тәуелсіз болдық, мына жақта көрші бар дейді. Сен өз үйіңде отырып өз тіліңде сөйлеу үшін қатыныңды бала шағыңды ана көрші ренжиді деп көршіңмен қорқытасың да. Сөйтіп бүкіл елдің тыныштығын, амандығын жалғыз сақтап отырған арқа тірек болып көрінеді де. Түрікпенше айтқанда аркатак, арқа тау болып көрінеді де. Сұмдық, енді тыныштықты ұмытыңдар деп отыр. Си Цзиньпиннің бұл сөзінің бірнеше астары бар. Бірі, Қытайдың халқын соғыспен қорқытып отыр. Немен соғыс ашам, не жау соғыс ашады, жағдай қиын. Мен осы Қытайды мен қорғап қалатын менмін, менен басқа ешкім қорғай алмайды деген ұғымды салып отыр. Екіншіден, ол осы таққа шыққан 10 жылға жуық уақыттан бері бүкіл әскери саладағы генералдың бәрін қамап, өзінің командасын жасап қойды. Бұрынғы Си Цзиньпиннен, бұрынғы Jiang Zemin Хужинтау кезінде генералдардың біреуі қалған жоқ. Бәрі өз командасы. Ал енді бұл жерде тағы бір сұмдық нәрсе, ол келер жылғы сайлауда тағы сайлану үшін міндетті түрде бір әлсіз бейшара сорлы елге соғыс ашады. Ол соғыс кімге ашады? Тайванға тиісе алмайды. Себебі Америка бүкіл қаражатын, ақшасын қару үшін Тайванға апарып отыр. Ауғанстанды тастап Тайванға оңтүстік шығыс теңізге кетеді. Тибет арқылы Индияға тиісе алмауы мүмкін. Себебі Индия оңай шағылатын жаңғақ емес. Ендеше қалпақпен ұрып алатын бір елге тиісуі мүмкін. Ол ел Қазақстан. Сөйтеді Си Цзиньпин кәдімгі, міне мен Қазақстанды алдым, анау ата-бабамыздан біздің жеріміз болған Балқашқа дейін алдым, міне заңды түрде аннексиялап. Ана Қазақстандағы диаспораларымыз, ана диаспора, біз Қазақстанда Қытайдың 3 диаспорасы бар. Омарәлі Әділбек бастаған Жебеу Қытай диаспорасы ұйымы, Дүкен Мәсімхан бастаған Қытай диаспорасы ұйымы, Мұқа Мамытхан бастаған Қытай диаспорасы ұйымы деген 3 диаспора ұйым бар. Сосын Ұйғыр диаспора ұйымы деген өтірік ұйым бар, Дүнген диаспора ұйымы деген ұйым бар. Сонда жалпы 5 диаспора ұйымы бар, оның 3-еуін қазақтар құрып отыр.